Құрметті бауырлар, осы сабағымыздың бір шетінде сол мүсіндер жөнінде бірнеше нүктелер, маңызды нүктелерді өтеміз. Мұқият болыңыздар. Бисмилла. Афама яхлуқу каман ла яхлуқ. Жаратуды білетін затпенен дым жаратпаған зат тең ба дейді Алла Тағала. Бірінші сұрақта тақырыпты осылай бастайды Алла Тағала. Қолынан бір нәрсені жаратуды келетін затпенен еш нәрсе жарата алмайтын зат тең ба дейді. Жарату деген сөздің мәніне кіре салайықшы. Өте қысқа, нұсқа, жеңіл кіріп кетейін. Расында да адам баласы да мағыналай бір қандай да бір жаратушы деп айтуға болады. Мағыналай да, мағыналай. Өйткені өзіне шарт шарайттарды жаратады. Үйді жасайды, жасаушы, жаңағыдай сондай да енді киім тігеді, бірақ бұның барлығы түбі ол жоқтан бар жасап жатқан жоқ. Түсінесіз бе? Жоқ нәрседен ешкім бар жасай алмайды. Алладан басқа. Бұл жерде халық деген сөздің түпкі мәнісі жасау болатын болса, тіпті жасау ісінің өзінің ішіне қарай, арғарай енді тіпті шіли догматикалық пікірге, немесе шіли андай философиялық пікірге кірмегеннің өзі, сөзбе-сөз кірсек, мысал айтайықшы, сіз ауа алып, ауа шығарып жатсыз. Ең қарапайым нәрсе. Оны кім істеп жатыр? Сіз істеп жатсыз. Дұрыс па? Ойыңызда сондай сияқты көрінеді. Бірақ ол былай айтқанда тырнақшада сіз істеп жатсыздар. Негізі. Өйткені бір дерт, бір сырқат, немесе бір себеппенен өкпеңіз істемей қалса, сіз ауа алып шығара алмай қаласыз ғой. Мысал айтайық, біреу айтады, мен дейді, осы қолымдағы малдың бәрін өзім таптым дейді. Қандай керемет сөз, бірақ ол өзім таптым деген сөз қайтадан тырнақшаның ішіндегі таптым деген сөз. Себебі, мысалы өзбек халқында әдемі сөз бар. Пұлды пұл табады, ақымақ далада кетпен шабады дейді. Негізі мағынасы ол қазіргі заманның психологиясы. Қазіргі заманда психологияда сөйтіп айтады. Сенше өліп талып жұмыс істесең деше, Құдайдың маңдайыңа жазғаннан артық таппайсың. Зор еңбек мәнсіз болса, пайда жоқ адам. Түсінесіз ба? Яғни бір адам, бір мысал ретінде айтайыншы, бір жас жігіт атақты не дейді, лесоруб дейміз ғой, балташы, орманда балташы ғой енді, жаңағыдай ағаш шабатын адамды сол атақты қария кісі екен, соныменен жарсам дейді ғой. Орманның үлкен жерін алып алып, осы ағаштың бәрі кім көп ағаш құлатады екен, жарсайық дейді ғой. Анау жас жігіт қой, мықты ауыр балтаны алып алады, сұмдық ауыр, оны ана шал көтере алмайды. Мынау балтаның жүзі де үлкен, ұрғанда керемет үлкен жерді жұлып алады. Енді ана жігітте де қара күш бар. Бастаймыз ба деп бүйтіп тұр ғой, енді ана ысқырықты дайындалып. Қария кісі балта алып келген, қолына қайрағап келген. Бастаймыз ба? Бастап. Шырр ете қалып, ал дук ұрып бастайды ғой енді. Ана кісі тура бір 40 минут жұмыс істейді екен де. 40 минуттан кейін тоқтайды екен да. Бір 5 минут бойы тоқтап қалады екен. Қайтадан 40 минут жұмыс істейді екен сөйтеді. Ал ана жігіт ана тоқтап қалды деген сайын одан сайын шаба береді екен да. Ой, менде күш бар деп ұрып келатыр. Бітеді, санаса бар жоғы бір күнде 20 ағаш құлатқан. Енді керемет қой енді бірақ. Ана қарияны қараса 40 ағаш құлатқанда. Таңғалады. Сен тоқтап істедің ғой дейді да. Сен балтаң кішкентай. Сен тоқтап істедің. Сен бір шапқанда кішкентай шап, қалай бұл деген кезінде айтады. Мен істің көзін білетін адамды ол қайда ұратынын білем дейді. Қашан ұратынын білем дейді. Қашан демалатынымды білем дейді. Түсінесіз ба? Ол кісі өмір бақи балта шапқан адам ғой. Ол анандай қылып өмірінің бәрін егер деп тұрып балта шабатын болса, ол 10 ағашынан артық шаба алмайды, өзі де құриды, дымыдағы жетпейді. Ал енді 40 минут шабады екен да, ана балтасын өткірлейді екен қайтадан. Дейді, тағы шабады. Ал анау бір-ақ рет өткірленген балта саба бере шаб, біраздан кейін оның жүзі қайтады ғой.
жүзік айтқаннан кейін сіз баяғыда бір ұрған жерді сіз екі ұратын боласыз. Сәлден кейін екі ұрған жеріңізді төрт ұратын боласыз. Яғни барған сайын әдісін білмейсіз. Сол үшін айтып жатырмын, егер істің көзін білмесе, ерен еңбектің ешқандай пайдасы болмайды. Бәлки әрбір істің көзі бар, бұрайтын жері бар, әдісі бар, демалатын да, істейтін де орны бар, бәрінде орын бар. Дәл сол сияқты, құрметті бауырлар, жаратушы деген сөздің мәнін айтқым келеді. Жарату деген сөз бір нәрсені жасау деген сөзбенен барабар келсе, адам да бір нәрсені жасайды, еңбек етеді, әйтеуір бір кәсіп жасайды. Бірақ ол жасау деген сөз бұл жерде. Бұл кісі жоқтан бар қылушы емес, біріншіден. Екіншіден, ол жасап атса, Алланың берген құдіретіменен, Алланың берген уақытыменен, Алланың берген барлық нәрсесін пайдаланып, сосын жасап атыр. Мысалы айтайық, Алла тағала бір балташыға соны шабатын қол берді, аяқ берді, денсаулық берді, уақыт берді, балта берді, темірді өтетін қылды ағашқа. Осының бәрін істеген Алла, бәрін жаратып берді да, соныменен жүретін ғана адам. Сонда қарасаңыз, Алла тағала осы дүниеде барлық жақсылықты сізге жаратып береді. Сіз қалап өзіңіздің қол аяғыңызды қимылдатып соған жүрсеңіз, соған сауап аласыз. Тіпті соның өзіне жүрмейтін адамдар бар ғой, жалқаулық. Маңдай терін төккісі келмейтін адамдар бар ғой. Алла тағала несібесін бәрін алдына сеуіп береді, бәрі келістіріп береді, бірақ сонымен жүрмейді ғой. Төк жоқ, таппадым дейді. Имандылық та сондай. Алла тағала сізге бәрін жаратып береді. Сіздің орайыңыз келіп, әрекет қылсаңыз, лайықты болсаңыз жетесіз. Айтқым келген нүкте, жаратушы деген сөз адамға бір қандай да бір ұқсағанменен шын жаратушы емес. Істі жоқтан бар қылған зат емес. Ол бәлки жаратылған нәрселерді пайдаланушы десе дұрысырақ келеді. Ал енді сұрақ шығады. Бұл дүниеде шын жаратушы кім екен? Іздеңізші бүкіл әлемді. Бүкіл әлемді іздеңізші. Сіз табынатын, не дейді білмеймін, доллар ма? Сіз табынатын бастық па? Тағы да сондай адамдар ма, зат па, тас па, ауа райының құбылысы ма, түрлі карталар ма, түрлі тастар ма жол ашатын, анандай бір жазулар ма, қолменен Молдекең жазып берген, басқалар ма, не нәрсе сізге пайда және зиян келтіреді шын мәнінде? Іздеңізші. Бірақ зат оның бәрі. Алладан басқа ешкім жоқ. Ешкімнің құдіреті келмейді. Қалғанның барлығы ортада себепшілер.